Assalamu alaikum көрермендер. Бүгін мен сіздерге қабырғаға қалай тұсқағаз желімдеу керек, соны көрсететін болам. Жұмысты бастау үшін ең алдымен бізге мындай құрал жабдықтар қажет. Бірінші мынандай шелек керек, желім дайындау үшін. Одан кейін бізге мынандай үлкен және кіші шөткелер керек болады. Қағазға арналған мындай резина шпатель қажет. Темір шпатель қажет. Одан кейін мындай қарындаш керек, белгілеп сызу үшін. Пышақ керек, мындай обойды қағазды кесу үшін. Одан кейін мындай метр керек. Мындай уровень қажет болады. Одан кейін бізге мындай қайшы қажет, қағазды кесу үшін. Кейін бізге мындай правила қажет болады. Осымен сызатын боламыз. Ең алдымен правила және уровеньнің көмегімен қабырғаның бұрышын осылай тексеріп аламыз, қисық түзуін. Одан кейін қағаздың еніменен қабырғаны өлшеп белгілеп сызып аламыз. Осылай белгі қойып аламыз, төменнен және жоғарыдан. Қойған белгіміздің үстінен правиланың көмегімен қарындашпен түзу қылып жоғарыдан төменге қарап сызып аламыз. Одан кейін қабырғаның биіктігін метрмен өлшеп аламыз, қанша биіктіктегі. Сол биіктікпен қағазымызды дәл солай белгілеп аламыз. Сол өлшемде, қабырғаның өлшемімен. Сол белгілеп сызып алған жерімізден осылай қайшымен кесіп аламыз. Мінекей кесіп алдық. Сызған жеріміз. Енді екінші қағазымызды дәл солай бірінші кескен қағазымыздың жанынан қойып, гүлдерін келтіріп бір-біріне осылай мұнда дәл солай қылып кесеміз. Бас жағынан және төмен жағынан екі жағын дәл солай өлшемді кесіп тастаймыз. Қағазымызды кесіп дайындағаннан кейін мындай арнайы желімі бар. Осы желімді дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге мындай таза ыдыста шелекке жартыдан кішкене көбірек су құйып, осы суға мындай миксердің көмегіменен желімізді дайындайтын боламыз. Миксерді айналдырып отырып, осылай аздап салып отырып араластырамыз. Егер көп бірден салып жіберетін болсақ, желіміміз
түйір болып қалуы мүмкін. Сол үшін біркелкі араластырып үстіп дайындап аламыз. Мінекей желім дайын болды, мына осындай көріністе. Мінекей дайын болған желімді түс қағазымыздың қабырғаға жабыстыратын жағына толығымен жағып шығамыз. Яғни обойымыздың артқы жағына осылай қылып толық жағып шығамыз. Барлық жеріне біркелкі қылып. Қабырғаға да осылай толық сызып алған жерімізге дейін желімді осылай жағып шығамыз барлық жеріне. Енді дайын болған қабырғаға бағанағы түс қағазымыздың енімен сызып алған жерімізге апарып, сол жерге желімдейміз түс қағазымызды. Осылай сызыққа келтіріп алғаннан кейін мынандай резина шпательменен қабырға менен түс қағазымыздың арасында қалған ауаны шығару керек. Осындай резина шпательдің көмегімен ысырып шығару керек. Әйтпесе арасында ауа қалатын болса түс қағазымыз түсіп қалуы мүмкін, ашылып. Бірінші түс қағазымыздың осылай толық ауасын шығарып желімдеп алғаннан кейін соның жанынан екінші түс қағазымызды дәл солай желімдеп қабырғаға және түс қағазға. Оны да осылай қабырғаға желімдеп шығамыз. Жанынан
birinchi tus qog'ozimizning gulini, ikkinchi jabыстырған tus qog'ozimizning gulini сәйкестендіріп, осылай желімдеп шығамыз. Онда бірінші тұс қағазымызды қалай арасындағы ауасын шығарған болсақ, онда дәл солай үсіп арасында қалған артық желім және ауасын шығаратын боламыз. Yani барлық желімдейтін тұс қағазымызды осылай, дәл осылай қылып, бүкіл қабырғаға желімдеп шығамыз. Осылай қылып сәйкестендіріп аламыз гүлдерін бір-біріне. Құрметті көрермендер, тұс қағазымыз дайын болды. Осылай жабыстырып шығамыз.